Сәлем достар. Бүгін челлендждің бірінші күні. Бүгін мен видеоблог бастап жатырмын. Кешке жасап жатырмын. Себебі бастау всегда қиын. Мен история салуды бүгін бастадым. Бүгінгі инсайттар, ойымды осы историяға бөлісу арқылы 4 история салып бөлістім. Және де рилстар бөлістім. Өткен жылдың ноябрь, октябрь айларында мен 30 күндік, 2 ай бойы 60 күндік челлендж бастап едім. Ол кездері күнде 3 видеодан рилс салып едім. Сол кезде менде өте керемет көрсеткіштер болды. 10 мыңнан астам просмотрлар болды. Видеоларым қаралымы жақсы болғандықтан мен сол 2 ай тоқтамай істедім. Содан кейін демалдым, себебі мен мама декрете. Қыс айын әйтеуір біз өткіздік, балаларым кішкене вируспен ауырды, больницада жаттық, біраз шаршап қалған едім. Біраз декретте болған соң кішкене көп уақытты кішкентай балама бөлдім. Мен 3 балам бар. Сондықтан да кішкентай баламен үйде отырамын, көп уақытымды үйде өткіземін. Бірақ мен керемет, тамаша бір лайфхак дегендей таптым. Бұл күнделікті 30 минут бойы мысалы, мен күнделікті бір іс жасай беремін, Мама декрет олар түсінеді. Күнделікті үй жинау, күнделікті баламен отыру, барлық істер шаршатады. Бірақ, мысалы, сен ана бөлмені жинаған кет, мына бөлмені жинаған кет, ыдыс, кір, анау, мына баланы айналысу керек деген секілді. Бірақ әрбір сол жұмыстарға 30 минуттан бөлетін болсан, қымбатты ханымдар, қымбатты оқырмандар, мен түсінгенім, таймер қойып қоясың. Дәл қазір видеоны да мен қазір таймер жасау арқылы мен түсіріп жатырмын. Мысалы, мен осы блогты түсіру үшін мен уақыт арнадым, дайындалдым, бірнеше кадр жасап жатырмын, ұнағанын таңдап аламын. Сонымен қатар, біз енді мама декретте болған соң, бет күтуді, өзімізді ухаживать етуді ұмытпау керекпіз. Мен қазір сонымен қоса бетімді күтіп жатырмын. Жатарда бетім деген демалып, жағылатын түнгі кремім күшті жұмыс жасасын деп қазір бетімді тазалап жатырмын. Бұл бетті дақты кетіретін, тегістейтін маска. Сондықтан да бұл мереке өнімдерін мен 7 жылдан астам қолданып келе жатырмын. Гормонсыз ешқандай, барлығы да тек экстракты шөптерден антиоксиданттар жасалған. Мықты антиоксиданттар құрамында бар. Міне. Және де осы челленджді бастап кеттім. Енді күнделікті салып отырамын. Ең бастысы ол бастап кету керек. Ең бастысы бастап кетіп бірден жасай алмасаңыздар, мен секілді таймер қойыңыз, осыған уақыт бөліңіз. Мен мысалы жарты сағаттың ішінде балаларымның кірлерін шайып жуып қойдым. Жарты сағаттың ішінде өзіме міне уақыт бөліп жатырмын. Жарты сағат ішінде қазір видеоблог түсіріп жатырмын. Осылай бірнеше істерді атқарамын. Және кешкісін өзіңізді осы істерді жасаған үшін анализ жасап, енді мен мереке компаниясында тек қана осы косметика жағып сатпаймын ғой. Мен успешный директорлардың осы обученияларын, көп обученияларын өткем. Сондықтан да біз планировать жасау, анализ дегендерді бизнес қой, соның барлығын мен жасаймын. Сондықтан да кешкісін сіздерге де советую, кешке өздеріңіз анализ жасаңыз, және де өзіңізді мақтап қойыңыз. Және де тағы да мен бір жаңа привычка қостым, өзімнің расход-приходтарымды есептеймін. Тағы да мен бір жаңа привычкаларым қостым. Айналама деген, мысалы, бүгін инсайт күшті алдым. Айналадағы адамдарға, мысалы, мен қазір видеоблог салып жатырмын.
менің ойым жеңілтірі болу керек. Ешқандай да менің видеомды қарамайды, менің видеомды қарайтын адамдар андай мындай деп мен өзіме деген негатив ойламау керек. Керісінше мен өзіме мотивация беріп, себебі бұл видео арқылы мен сіздерге мотивация бергім келеді. Иә, себебі сіздер өздеріңіз беттеріңізді күткендеріңізді қалаймын, ухоженный болып жүрген қалаймын.